құрметті ұстаздар. Менің аты-жөнім Қуатова Аружан Саметжанқызы. Мен Тоғызқұмалақтан Қазақстан Республикасының чемпионымын, Алматы қаласының бапкерімін. Бүгін мен сіздерге Тоғызқұмалақтың шығу тарихы мен жалпы ережелерімен таныстырамын. Тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі. Ақыл-ойды дамытатын бұл ойынның тарихы 4000 жылдық кезеңді қамтиды. Тоғызқұмалақ өткен ғасырларда Қазақстан мен Орта Азияда ең кең тараған зияткерлік ойын болатын. Содан болар оны көшпенділер алгебрасы деп атаған. Бұл ойынды ойы биік, есепке жүйрік тұлғалар, өрісте қолдарын жусатып жүрген қойшылар ойнайтын болған. Ол үшін арнайы ағаш және тас тақталар жасаған. Немесе жерден ұя шұңқырлар қазып, шар орнына қой құмалағын қолданған. Осыдан біз Тоғызқұмалақ түркі халықтарының сүйікті ойыны болғанына көз жеткіземіз. Одан бертін келе қазақтың ұлы ақыны данышпан Абай атамыз да Тоғызқұмалақ ойынын ойнауды жақсы көрген және шебер ойыншылардың бірі болған деседі. Ел ішіндегі тоғызқұмалақшылардың басын қосып көптеген сайыстар өткізген. Көрпебай, Құттықожа, Қуаттың Құдайбердісі, Нақыштың Смағұлы секілді тоғызқұмалақ шеберлері Абайдың басты қарсыластары болған. Ең алғаш қазақ тілінде тоғызқұмалақ туралы кітап жазған түркітанушы ғалым Сәрсен Аманжолов. Оның еңбегі 1936 жылы Алматы қаласында жарық көрді. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ұлттық ойынымыз дамып, қайта түледі. Тоғызқұмалақ қауымдастығы құрылып, еліміздің түкпір-түкпірінен үйірмелер ашылып, республикалық және халықаралық жарыстар жиі өткізіледі. Қазіргі кезде әлемнің көптеген елдерінде тоғызқұмалақ жасы насихатталып жатыр. Мәселен, Қырғызстанда мектептерде тоғызқұмалақтан олимпиада өтеді. Қытайда, Қарақалпақстанда кітаптар, ғылыми еңбектер шығуда. Американың Нью-Йорк қаласында Аляска университеті тоғызқұмалақ ойынын зерттеумен айналысып отыр. Қазіргі таңда Европа елдерінде де, атап айтсақ, Чехияның мектептерінде үйірмелер ашылып, сабақтар өткізіледі. Тоғызқұмалақтан алғашқы рет әлем чемпионаты 2010 жылы Астана қаласында өткізілді. Бұл жарысқа әлемнің 19 мемлекетінен 43 спортшы қатысты. Отандастарымыз ерлер арасында Темірбаев Қалымжан және әйелдер арасында Дәлиева Әсел әлем чемпионы деген атқа ие болды. Тоғызқұмалақ ойыны қазақтың барлық ойындарының ішіндегі ең қиыны. Оны ойнаған адамның математикалық, логикалық ойлауы артып, тез арада дұрыс шешім қабылдауы күшейеді. Ендеше тоғызқұмалақтың жалпы ережесіне тоқталайық. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада екі адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан және 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны бастаушы және қарымта жүрістер жасаған ойыншыны қостаушы дейді. Кейде жарыстарда бастаушыны ақ жағы, қостаушыны қара жағы деп те атайды. Ойынның мақсаты қазандыққа 82, не одан көп құмалақ жинау. Кімде-кім 82 құмалақ жинаса жеңіске жетеді. Ал 81 құмалақ жиналса, ойын тең аяқталады. Ойынның кім бастайтыны жеребе арқылы немесе қарсыластардың келісімімен анықталады. Бастаушы ойыншы ойынды кез келген отаудан бастай алады. Біз тоғызқұмалақ тақтасымен, жалпы ережесімен таныттық. Енді негізгі ережесіне көшу үшін тақ сан және жұп сандарды еске түсіріп алайық. Жұп сандар ол екіге қалдықсыз бөлінетін сандар, яғни 2, 4, 6, 8, 10, 12, тағы сол сияқты. Ал тақ сандар екіге бөлінбейтін сандар, яғни 1, 3, 5, 7, 9. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.